Саламатсыздар ма? Көп адамдар өмірін сүтсіз елестете алмайды. Оны шайға, кофеге немесе таза өзін тұтынады. Қазір сиыр сүтін көтере алмаушылық көбеюде. Сондықтан керемет орын алмастырушысы болып сұлы сүті табылады. Бүгін біз сұлы сүтінің қандай пайдасы барын, қалай сақтау қажет және үй жағдайында қалай жасалу жолын айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, ақпаратты соңына дейін қараңыз. Сіз естімеген пайдалы ақпарат болатынына сенімдімін. Бұл тағамдық өнім нағыз витаминдер мен минералдарға бай. Яғни оның құрамына витамин В группасы, А витамині және тері мен шаштың саулығына әсер ететін Е витаминіне бай болып келеді. Сүтте көп мөлшерде клетчатка бар. Ол ас қорытуды белсендіріп, ағзаны тазалайды. Енді сұлы сүті несімен пайдалы деген сұраққа тоқталайық. Холестерин деңгейін қалыптастырады. Жүрек, тамыр жүйесі жұмысын жақсартады. Тромб түзілу қаупін азайтады. Үлкен дәретті қалыпқа келтіреді. Метеоризмнен құтылуға көмектеседі. Сұлы сүті асқазан ішек жолының жұмысын белсендіреді. Шашты қабатты жұмсақ жауып тұрып, зиянды микроорганизмдерден қорғайды. Сонымен сусын тағамдық улану кезінде де көмектеседі. Гастрит пен жара дамуға жол бермейді. Сұлы сүті панкреатитпен, холециститпен, гастритпен ауыратын адамдарға тұтыну ұсынылған. Сусын ағзадан өттің өндіріліп шығуын белсендіреді. Сүйек пен тістерді нығайтады. Тырнақтар мен шаш жағдайын жақсартады. Сұлы сүті құрамындағы кальций ағзаға жақсы сіңеді. Сонымен қатар сұлы сүті жөтелден құтылуға көмектеседі және де суық тиюдің жеңіл өтуін, тез сауығуды қалыптастырады. Артық салмақтан құтылу үшін диетада жүргендерге өте маңызды өнім болып табылады. Яғни сұлы сүті ұзақ тою сезімін береді және метаболизм процесін тездетеді. Асқазан ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Яғни сұлы сүті құрамында клетчатка болуына байланысты ішек, асқазан, өт қабы жұмысын қалыпқа келтіреді. Сұлы сүтінің оң әсерімен қоса бірнеше қарсы көрсеткіштері бар. Яғни целиакиямен ауыратын адамдарға тұтынуға болмайды. Себебі құрамында глютен бар. Сұлы дәрежелі аллергия тудыру қаупі бар. Сондықтан жеке көтере алмаушылығы бар адамдар сақтықпен пайдаланған жөн. Сұлы сүті құрамында фитин қышқылы болуына байланысты остеопороз асқынуында болмайды. Қант диабетімен ауыратындар да сақтықпен пайдаланған жөн. Себебі құрамында крахмалға бай. Бұл зат көп қанттан тұрады. Сұлы сүті құрамындағы көп мөлшерде кальций бар. Ол бүйрек аурулары бар, яғни гломерулонефриті бар адамдарға жағымсыз әсер беруі мүмкін. Бұдан басқа сұлы сүтін асқазан ішек жолдары ауруларының өршуі кезінде пайдалануға болмайды. Сұлы сүтін қалай сақтаймыз? Сұлы сүтін салқын, қараңғы жерде, яғни тоңазытқышта сақтау керек. Дүкеннен алынған азық арнайы ыдысында қаптамада көрсетілген уақытқа дейін сақталады. Ал егер сусынды үй жағдайында жасалса, оны сақтау 4 тәуліктен көп емес. Дайындалғаннан соң шыны ыдысқа құйып қоямыз. Қолданар алдында жақсылап шайқаймыз. Үй жағдайында сұлы сүтін қалай дайындаймыз? Дәмді әрі пайдалы сусынды үйде дайындау аса қиын емес. Бірінші, шикі сұлыны таңдау керек. Ең дұрыс нұсқа табиғи бүтін сұлы. Онда максимум витаминдер мен минералдар сақталған. Хлопьясында алуға болады. Оның пайдасы аз болады. Дайындалуы соншалықты тез болады. Сұлы сүтін хлопьядан дайындауды айтайық. Хлопьядан дайындауды айтатын боламын. Жарты килограмм хлопьяны алып, оны шыны ыдысқа салып, 2 литр таза су, яғни қайнаған су болса жақсы болады. 25 минут қалдырамыз. Дақыл ісінгенше қалдырамыз.
Сосын жақсылап блендермен бірыңғай масса болғанша араластырамыз. Дайын болған сусынды майда ситыдан немесе марладан өткіземіз. Енді бүтін дақылдан сүт жасаудың жолын айтатын боламын. 250 грамм сұлы дәні отқа қоятын эмаль ыдысқа салып, 1 литр қайнаған сиыр сүтін құямыз. Баяу отқа қойып, 30 минут қайнатамыз. Сосын суығанын күтіп, марладан өткіземіз. Ал егер сиыр сүтін көтере алмаушылық болған жағдайда сүтсіз де жасауға болады. 2 стақан дақылға 1 литр таза ауыз суын құямыз. Содан соң қараңғы, құрғақ жерге 12 сағатқа қалдырамыз. Кейін блендерден өткізіп сүземіз. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Деніңіз сау болсын.